Аиданың көңіл-күйі қалай екен? Саламатсыздар ма? Көңіл-күйім өте керемет. Қалай ойлайсыз? Бір-ақ күн таныс адамнан сыйлық күткен қаншалықты дұрыс? Дұрыс емес деген ойдамын. Дұрыс емес, бірақ сіз жаңа Пандора сұрайын дедіңіз ғой? Оны алып қойдым ондай Пандора. Барыс мырза, сіз қалайсыз? Үміткеріңіз қалай екен? Саламатсыздар ма? Жақсы бәрі. Ұнады ма? Иә. Кездесу болды ма? Болды, кездесу. Екі кездесу болды. Мәссаған, бір емес екі кездесу болды. Қысқа уақытта. Мен мынандай сұрақ қойып жатырмын. Егер де болашақта қызыңыз немесе келіншегіңіз толып кетеді ғой, соны қалай сіз жеткізесіз? Әлде сіз үшін маңызды емес па? Бүгін келсе мысалы, 2 күн. Қандай разница бар? Бір күнде, 2 күнде? Бірінші күні сыйластықпен, екіншісі уже сұрай беремін ғой десе. Бүгін үндемей отырам дейді, келсеңіз. Ертең сұрайын дейді. Білмеймін. Неге Аидаға үміткер келмейсіздер? Келіңіздерші, мен де әдемі. Бұл кісіге еркештен басқа ешкім қарамаған сияқты болып қалды ғой. Ой. Всем ассалаумалейкум. Қалайсыздар? Мен эфирдамын. Келдім, Аллаға шүкір. Эфир көріңіздер, қызық болады. Бұйырса, енді 23-ші той біздікі болсын деп тілейміз. Енді не дейміз басқа? Үйленгім келіп жүр шынында дейді. Мынау жаман қарады ғой. Қалай жеткізесіз? Қайда жеткізесіз? Енді сол сен семіріп кеттің деп. Толып кетсе. Әлде айтпайсыз, иә. Толып кетсе деп естідім. Толып кетсе дейсіз ба? Иә. Оны жеткіземіз, айтамыз. Айтам оны, иә, оны жасырмаймын. Соны қалай айтасыз, ренжіп қалмайтындай? Мына сұрағыңыз қызық екен, негізі ойланатын сұрақ екен. Өзіммен бірге фитнесқа ертіп кетемін. Бірге барайық деп айтасыз. Иә, бірге барайық, мен фитнесқа баратырмын, жүр бірге барайық. Молырақ уақыт бірге болайық дегенмен. Күшті лапша іледі екенсіз. Айдана, саған Айдың үміткеріңмен кездесу жасап беремін десе баратын ба едің? Ақшасына? Жоқ, үміткердің ақшасына. Неге? Саған төлеп беремін деп отыр ғой, жаны ашып. Мүлде. Оның планы мынандай сияқты. Мен арқылы или біреу арқылы өзінің несін Дәрежесін көтеріп алғысы келіп тұрған сияқты. Неге олай ойлайсың? Білмеймін.